Den geldim, çarçap kettim dep bir sarğas katı var et. Ey o satты. Sen mağa bugün baktırıp beş osunu. Dedi o siz jatыңыз dedim. Ben baktırıp koyayım dedim. Sonra Köşerboy деген bir kişi var et. Soğan apart boşlaşım geldi dedim. Sonun arasında el kulaktanıp bir vaqtda jetti kәрisi de çalı da emmes gel. Albay deйтін kırgız var et. O da jetti. Müslüman deйтін biri var et. O da jetti. Tügel gelip sonunun aldında şimdi domra çetki. Mine sonda ol kulupqa da үйінен шықпайтын сол жердегі маңайлағы кедей кембағал болсын әмес жиналып келді. Сонан кейін әшім оған аянбай отырып күйлерін шертіп бірден атын атап қырғызша күйлерді шертіп еді. Қырғыз деген о деп кетті оларда. Міне осындай ерекшелігі бар. Біреу шақырмайтын, біреу не қылмайтын. Сөйтіп жетеді. Енді сахнада кейін сол biz sahnaga küçük жүргенде сәсім шықты болды. Ел тұптырыз. Тыңлайды да кетеді күйінен. О кезеңде ондай микрофон жоқ. Ораз Иман дегенге домбыра жасатып, екі түрлі домбыра жасатты. Оның артына сым тартты. Бірақ ол ұзақ болмай қалды. Өйткені 43 жылдан кейін өкімет аумалы тök бөлі болды да өзі İşpiyon birine degen çıkıp onun özü mesele oldu da sonun özü dombura cinalık oldu. Olmasa үйренген dombura үйреткен şakirtler үйренгендерге күніне 50 тиын. Күніне 50 тиын береміз деді. Sonunda akça verip үйретеді. 50 тиын сонда 20 тиынға тояды енді тамақ 20 тиын 30 тиын. Күніне 50 тиынын кәдімгідей бір күндік расықна жетеді. Соны беріп үйретті. Сонда жаңағы Маскутқа қалай барады бұл жастар салтанат деген үй енді? Маскутты оқпайды екен. Менен сұра Маскут. Сіз сөйлеңіз енді Маскут туралы. Маскут емес, Маскут. Маскут дегенді кейін айтам Маскут деп әлгі Әбубәкір деген жазыпты. Әбубәкір деген жазыпты деп естідім. Onun gibi bir taleyler cezatım oldu. Sonun gibi Maksut'u sırasaq, Maksut anca kuyda çetетін емес. Bir жерде ötken adam eken onun. Çetsi bir kuy çeteme. Dep keyin kim жазды, biri жазды ғой onu. Maskut деген adamды мен де tanımayım. Менің естуімде Maskut үрімжілік екен, үрімжіде болған адам екен. Сол әшімменен таныс болған кездерде сол 30'dың ішіндегі адам болса керек. Жас. 1953 жылы Автоном райондық мал шаруашылық меңгермесінің бастығы Қами Асылқан деген кісі бір Дайбияу туанның туанжаңы болып Мына Шыңқай Гансуға босқын болып кеткен қазақтардан қал сұрап барады екен. Осы қал сұрап барған уақытта менің естуім енді өз аузынан айтқан мына Абылай Жабықбай бірге барған домбырашы. Әшім барған домбырашы. Домбырашы Әшімді бастап барған. Çaymardan. Оның кейін ол Çaymarдан бар. Çaymardan бастап. Оның қасында және бір қанша өнерпаздар бар екен. Сол кезде әлгі Мәскут деген жігіт сол үрімжіден сол Дайбиотамен бірге барған екен. Енді осы кезде жастар салтанатына Әшім шертіп жүрген. O кезде onu alıp ketken. Кейін 54 жылы Әшім қайтара мына Ілеге келді. Облыстық театрға орналасып қалды. Сонымен Мәскут үрімжіде қалды. Сол кезде Мәскут осы орайдан пайдаланып үйреніп мереке деген болса керек. Бірақ мен естуімде Мәскут анша домбырашы емес. Емес, домбырашы адам домбырашы емес дейді. Бір-екілі ғана күй тартады дейсіз. Сондай адам екен. Менің естуімде Мәскут осы ғана. Әшімді ана сөйледігі, кереледігі домбырашы еткізіп қалған. Күйді қазақ күйін кім саламайды? Соның бәрі үйіп тыңлап, сол тыныштықпен келді ғой. Сол келгеннен кейін солардық өшіге саяхаттатып алып келді. 56 жылы. 56 жыл келді, сол Ақсайдан келдік деп солар. Bir nemini alıp gelip
O dönem Medeniyet İnstitütü sonunda kim var edi? Erkim hepti Kasımgo diyeyim sana. Fazilbek var mı? Sonun osu bir meymen kısayak bunu. Kaysı yüge barası bir yüge batı sürün der. Yani sen Zakir ekegün kalmağın kaslarına. Dep birge жүрgüzdü hali kişileme. Sonra biz buna kimnin o güzelde Amerikasının iyi var ya, kimnin Amerikasının. Sol uyga kelip bir gün mal soyup tindesiyor konak kıp sonun ölen aytıp sonunda gördük solar yaşım var solar var teşviqatta barıp kelgen anglesini ayttılar solar. Sonunda gördüm. Maskut degeni men eshitmegen ekemdi koymagan ekem keyin. Çok siz. Çağırdı. Şimdi burgu tartınız ata siz. Şertiniz. Şertiniz siz de. Mana jas yetkinçek şakirtler mana bizden köp nerse үйрөнсөм deydi. Sol ümiti boyunca mağan endi kuy şertep domburanı usunup otur koy. Mana sizin aldığınızda men endi ana kengestin bir qancha şert bereyim. Şimdin kengesi. Ayazana bizde endi bana jas bolganda kol жетпей tur. Endi kalganı sen degen. Ablaykanın sıvızgısı degen bir güymeden ak dolkun güyü o жақсы çıkpay жатыр dedim. Ablaykanın sıvızgısı girin. Kol gemiydi kol. Şertip tursiz, şertip tursiz. Ana mana kuy toluk ana kitapta var notası yazıp. Onun üstüne Jastlar saltanatın bizge үйrötkөнүн arjiden bana bölög özgөрgöndөрü бар azı. Bizim çetkemiz böyle kelet ve ayarcan bir jeleri var da. Sol şertiniz жаздырсыз. Ha. Şertiniz жастар салтанаты. Ben kolum жақсы kiyim, kolum Kelgence. çamur. Kelgençe şerte verin işten etmeydi. Aslında girelim. Oy 88 yaşınızga kulduk. Mına osu gözde osunday şert berseniz bu ne degen bakıt bu. Oldu. Mına jaslar üçün bak. Bilse bolar. Jastlar saltanatı. Almalı kеңес тартады мен. Ашым almalı kеңес тартып берет ата.
tak olsa gerek. Var edi. Karayıt Batır'dың kүйü deуші еді. O da var. Осы шыққан жоқ әлі, Қарайт Батырдың күйі. Kitap da var. He. Onun кейін Қарайт Батырдың күйі шыққан жоқ. Шылбының әуен күйі шыққан жоқ. Осындай күйлер бар еді кейіннен. Ana Çılbı'nın әуен kүйі деген Оразалының әуен kүйі болып çıktı. Емес. Оразалдың әуені басқа. Başka mı? Басқа Оразалдың әуені. Onda ana Çılbı'nın әуені деген менде жоқ. Шылбының әуен күйі деген бар. Жаңағы ақ толқын дегеніңіз Ақерке емес пе? Жоқ, Ақерке емес. Ақ толқын деген Толқын басқа. Ақерке басқа. Ақерке басқа. Абайдың ақ толқын деп жететін. Сонда әлгі ненің Қазақстанға келген мамандар бір келді өседі. Сонда әшімнің домбырасы шертілген уақытта бір жоғымыз табылды деп айтты дейді. Абайдың ақ толқынын шерткен уақытта. Bir жоғымыз табылды dedi. Hazır İmeş ağamız ana Jastар saltanatını çekti. Осы Jastар saltanatı жөнінде әңгіме az емес. Бірақ шындықты сүрістірген уақытта Jastар saltanatı нақ әшімнің күйі екендігі жөнінде елдің аузында да нақтылы мына İmeş ağамыз сияқты сонау 43-44 жылы өз қолымен ойнап шерткен адамда отыр. Ал енді оның кейін мен әшімнің күйін ұстандым. Осы барыста мен әшімнің күйін зерттеу арқылы кейін кітап жазуды ойладым. Мына әшімнің күйлерінен деген бір кітап мына 81 жылы Шинжан халық баспасынан шықты. Халық баспасынан шықты. Осының ішінде де тұр міне Jastар saltanatı міне. 51 жылы бетте. Jastар saltanatı әшімнің күйі деген. Оның кейін 59 жылы, неме 79 жылы мен және бір кітап жаздым. Күй күмбірі деген.